Қалың бақа ағаштың басына қарай өрмелеп жанталасып бара жатыр дейді. Бұған не болып қалды десе, бір жарыс болып жатады ғой. Сонда жаңағы ең биікке шығып, ең ағаштың ұшына ілінген жіпті алып түскен бақа сол жарыста бірінші болады екен. Содан жаңағы бақалар жанталаса бірінен кейін бірі бақылдап ағаштың басына өрлеп бара жатады дейді, өрлеп бара жатады дейді. Ал жердегілер шу-шу етіп, біреусі ойбай байқа десе, біреусі алдыға жүріп, біреусі анау озып кетті деген секілді ода шу болып жатты. Сөйтсе, кейбіреулер жаңа төмен қарайды екен, барған сайын биіктеп бара жатқан ойлайды ғой сонда. Ойпырмай енді мынадан құласам құрыйым-ау деп. Сондықтан кейбіреулер өздігінен чегініп, ал енді біреулер бағанағы төмен жақтағы айғайлағандардың әсерінен ақ жүректері шайлығып, енді жоғары өрлеуге батыл бармапты. Алайда бір кішкентай бақа тек артына қарамайды, барған сайын өрлеп, жаңағы көмбеге жетейін деп қапты. Жердегілер шу-шу етеді дейді, ойбай төс құрсын болды, енді ұшасың, өлесің, айналайын, алмасаң алмай-ақ қой деген секілді. Бірақ оған анау тыңдайтын емес, ақыры ағаштың басына шығып, көздеулі жерге жетіп, биікті бағындырыпты. Ал жерге түскеннен кейін қараса, жаңағы бақа керең екен дейді. Сондықтан да адам белгілі бір жұмысты істеймін деп алға қарай жүрген кезінде оның айналасында сөзсіз түрде алуан түрлі дауыстар шығады. Бейне мен алдыңғы жолы өздеріңізге баяндап өткен құбыр әңгімесіндегі сияқты. Бұрын мен құбырды қазу арқылы оны суды қыстаққа жеткіземін дейді. Алайда елдің барлығы оған ей ғажайып жаратушы бұрын, ей құбыр қазушы бұрын деп оны сайқын мазақ етті. Тіпті ол қашан жаңағы суды құбыр арқылы қыстаққа жеткізгенше солай қарады. Алайда қыстаққа су құбыр арқылы жетіп келген кезінде қайтты елдің барлығы. Баяғыда білгем сенің осында екеніңді деп шыға келді. Демек, адам белгілі бір мақсат жолында өзіне бір нысана тіктеген екен, белгілі бір жұмысты орындаймын деген екен. Онда ол көбінде айналасындағылардың сөзін емес, керісінше өзінің жүрегіндегі мақсатын, өзінің жүрегіне дейді, соны көбірек тыңдау керек екен. Сол үшін де бақа секілді керең болуды да ескергеніңіз дұрыс.